10-шы есеп. Концентрациясы 25%-ға тең 260 грамм тұз ерітіндісіне 140 грамм су қосылды. Шыққан ерітіндінің неше пайызы тұз болғанын табыңыз дейді. Яғни бізде бастапқыда мынандай ерітінді болған. Осындай ыдыста дейік мысалы. Осындай ыдыста ерітінді болды дейік. Оның массасы 260 грамм және ондағы тұз 25%-ді құрайды. Осыған біз келіп 140 грамм су құйдық. Сонда бізде жаңа ерітінді пайда болды. Бізге осы жаңа пайда болған ерітіндідегі тұздың пайызын анықтау керек. Біз оның қанша екенін білмейміз. Егер бізде ол басында 260 болған болса, оған 140 грамм су қосылған болса, онда пайда болған ерітіндінің массасы 260 қосылған 140, 400 граммға тең. Енді біз бірінші амалда былай жасайық. Басындағы ерітіндінің мынау пайыздық өлшемі ғой тұздың. Біз соның массасын тауып алайық. Егер 260 граммның 25% тұз болатын болса, біз оны табу үшін 100-ден 25-ке көбейтеміз. 25 пен 100-ді қысқартамыз, мұнда 4, мұнда 1 болады. 260 пен 4-ті қысқартсақ, мұнда 65 шығады. Яғни, бізде бірінші ерітіндіде 65 грамм тұз болған. Енді ойланайық, бізге осы ерітіндіге тек қана су қосылды, демек тұздың салмағы өзгерген жоқ. Демек, мынау пайда болған жаңа ерітіндіде де 65 грамм тұз бар. Ендеше шыққан ерітіндінің неше пайызы тұз болғанын табу үшін біз пропорция құрамыз. Егер біздің пайда болған ерітіндіміздің массасы 400 грамм болса, ол бізге 100%-ді береді. Егер оның құрамындағы 65 граммы тұз болса, біз оның қанша пайыз екенін білмейміз. Бұл пропорция болғандықтан, тура пропорция, процент болғандықтан, сол себепті былай жазамыз. 65-ті 100-ге көбейтеміз, және оны 400-ге бөлеміз. Мынау нөлдерді қысқартуға болады. Сонда 65-ті 4-ке бөлсек, ол бізде 16,4-тен 1 болады. Бірақ мұнда жауаптар 10-дық бөлшек түрінде жазылған, сондықтан мынаны толтырсақ, 100-ге 25 деген толықтауыш көбейткіш беру арқылы сонда 16,100-ден 25% екен. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.